Иммунология иммунитетті зерттейтін ғылым. Организмнің қорғаныш қабілетін және онда пайда болған иммунитетті зерттейді. Иммунитет деп латынша иммунитас бір заттан құтылу деген мағынаны білдіреді. Иммунитет организмнің бөгде субстанцияларға генетикалық, молекулалық, жасушалық жауап беру механизмін зерттейтін ғылым. Бөгде субстанция деп нені айтамыз? Бөгде ақуыз немесе антигенді айтамыз. Яғни ағзаға түскен ақуызды біздің ағзамыз бөгде деп танып, оған қарсы иммундық жауап тудырады. Иммунологияны оқытудың мақсаты қалыпты және патологиялық жағдайда иммундық жүйенің, иммундық жауаптың механизмдерін зерттеп үйрету. Сонымен қатар иммунологиялық жауап өзгерген кезде, яғни патологиясы болған кезде оларды анықтау, диагнозын қою, алдын алу және емдеу шараларын жүргізу. Иммунологияның бірнеше бөлімдері бар. Ол инфекциялық иммунология, инфекциялық емес, ісік, трансплантациялық, репродуктивті және аутоиммунология. Инфекциялық иммунология дегеніміз ол барлық адам мен жануарлардың жұқпалы ауруларының қоздырғышына ағзаның реакциясын зерттейді, яғни инфекцияға қарсы реакцияны зерттейді. Ал инфекциялық емес дегеніміз инфекция және инвазиялық аурулардың қоздырғышымен байланысы мүлдем жоқ антигендерге қарсы реакцияны айтады. Яғни бұл жүрек қан тамыр жүйесінің ауруы, мысалы не айтсақ болады, артериялық гипертензия, миокард жарақаты, соларды айтсақ болады. Олардың негізінде этиологиясы, яғни аурудың себебі инфекция болмауы керек. Ісік иммунологиясы ісікті зерттейді, яғни кейбір біздің ағзамызда некрозданып кеткен және ісікті оятушы, мысалы сырттан радиация бір бәле келсе, біздің ағзамыздағы тыныш жатқан ісік жасушаларын оятуы мүмкін. Біздің ағзамызда нормада ісік жасушалары бар, бірақ олар ешқандай процеске қатыспайды, жай болады. Оларға сырттан мутаген, яғни осы ісік жасушаларын қоздыратын фактор әсер еткенде ғана олар ісік жасушалары қозып, жан-жағына таратып, некроздана бастайды. Трансплантациялық иммунология өзін атайтып тұрғандай трансплантант, көшіріп қою деген мағынаны білдіреді. Яғни түрлі, мысалы, күйік жағдайлар болған кезде адамның қолы күйсе, оған аяқ терісін алып қойса, ол трансплантат болып есептелінеді. Репродуктивті иммунология. Репродуктивті иммунология ана мен бала арасында болады. Яғни ана жүктілік кезінде, осы баланы көтерген кезінде, ананың резус факторы 10, баланың резус факторы теріс болған жағдайда кері тебілу немесе түсік тастау болады. Осы кезде осы репродуктивті иммунология зерттейді. Аутоиммунология дегеніміз ағзаның өз жасушаларын зерттейді. Яғни кейбір біздің жасушаларымызды ағза антиген деп танып, оған қарсы процесс жүргізе бастайды. Иммунитет теориялары. Иммунитет туралы 3 теория бар. Оларды негізінен Мечников, Эрлих және Бернет ашқан болатын. Бұл теорияны жасушалық және гуморальдық теория бір-біріне өте қарама-қайшы болған, сол пайда болған замандарда. Яғни екеуі Мечников пен Эрлих өз теорияларын дұрыс деп бір-біріне қарсы шығып, тіпті кездескен жерлерінде өздерінікін дұрыстау үшін төбелесіп те қалған. Мечников негізінен биология ғалымы болған, яғни биологияны зерттеген, ол жасушалық теорияны ашты. Ол айтты: ағзада бөгде затты жұтып алатын амеба секілді зат бар. Амеба дегеніміз не? Ол қарапайымды. Яғни амеба сияқты зат бар. Ол ағзаға түскен бөгде затты бүкіл денесімен қоршап, қармап, жұтып алады. Және бұл процесс қатты жерде, яғни ұлпаларда жүзеге асады деді. Ал Эрлих болса, бұл процесс, бағанағы бөгде затқа қарсы процесс, бұл тінде емес, сұйық қан плазмасында болады деді. Яғни екеуі, біреуі қатты жерде, біреуі қан плазмасында деп бір-біріне қарсы осы теорияларды қарсылығы болған. Яғни жасушалық теория Мечниковтікі, гуморальдық теория Эрлихтікі. Кейіннен бұл екі ғалымда қайтыс болғаннан кейін олардың теориясы бір-біріне өте қатты тығыз байланысты екені анықталды. Яғни біздің кейбір
біздің осы бөгде затқа қарсы механизміміз тек бір жерде ғана емес, яғни бүкіл ағзада болады. Яғни біреусі мысалы тінде болатын болса, біреусі қан плазмасында, яғни қан ағымында болады. Үшінші теория ол клон сұрыптау теориясы, Бернет теориясы. Бұл теория бойынша Бернет айтты: әр антигенге белгілі бір лимфоцит бар, және де олардың популяциясы өте көп гетерогенді деп айтты. Бұл теорияның түсінігінің негізінде, яғни ағзаға бір антиген түскен кезде бірнеше антидене түзіледі антигенге қарсы, және оның тек бір антигенге тек бір антидене ғана сәйкес келеді, яғни құлыпқа кілт сәйкес келгендей сәйкес келеді, ал қалған антиденелер сәйкес келмейді, яғни бір антигенге жауапты бір антидене. Осы теорияны Бернет айтқан болатын. Келесі иммунитет. Иммунитет ол бағана анықтамасын атап өттік, яғни ағзаның бөгде заттарға қарсы тұру механизмі. Иммунитеттің екі түрі болады: туа біткен және жүре пайда болған иммунитет. Туа біткен иммунитет деп қандай иммунитетті айтамыз? Бала ананың жатырында жатқан кезде, яғни туылғанға дейінгі кезеңде туа біткен иммунитет қалыптасады. Яғни плацента арқылы иммуноглобулин G осы сәбиге барады, және туылған кезде уже адамның ағзасында иммуноглобулин G болады. Ал жүре пайда болған иммунитет дегеніміз ол көптеген, мысалы ананың сүтінен қалыптасады, немесе вакцинадан кейін, аурудан кейін қалыптасады. Жүре пайда болған иммунитет екіге бөлінеді: белсенді және енжар иммунитет деп. Белсенді иммунитеттің өзі екіге бөлінеді: табиғи және жасанды. Яғни белсенді деп, активті деп қандай затты айтамыз? Белсенді ол энергияны жұмсау арқылы болатын иммунитет. Мысалы, жұқпалы аурулардан кейінгі пайда болатын иммунитет. Белсенді табиғи иммунитет жұқпалы аурудан кейін пайда болады. Яғни жұқпалы ауру ағзаға келеді, оған қарсы антидене түзіледі, яғни ағзаның оған қарсы процесі жүрді. Келесі белсенді жасанды иммунитет, ол вакцина нәтижесінде қалыптасады. Енжар иммунитет. Енжар табиғи, ана сүтімен беріледі. Ол иммуноглобулин G, иммуноглобулин М ана сүті арқылы осы сәбиге беріледі. Одан кейін енжар жасанды трансплантация нәтижесінде болады. Келесі иммундық жүйенің құрылысы. Иммундық жүйенің құрылысы үш жүйеге бөлінеді десек те болады: мүшелік, жасушалық, молекулалық. Молекулалық дегеніміз өзі әр жүйенің құрылысы біріншілік және екіншілік болып бөлінеді. Молекулалық оның біріншілігіне иммуноглобулин, компонент, пропердин, лизоцим, пепсин жатады. Яғни бұлардың бәрі біздің ағзамызда бар. Яғни көз жасында және біздің сілекейімізде, көз жасымызда біздің лизоцим деген зат бар. Ал пепсин ол біздің асқазанымызда болады. Интерферон дегеніміз ол вирустан кейін қалыптасады. Ал екіншіліктерге олар антидене, яғни антидене, цитокин, перфорин, грантимдерді айта аламыз. Бұлардың бәрін жеке-жеке ашып тоқталуға болады. Жасушалық иммунитет, иммундық жүйе, ол біріншілік, екіншілік болып бөлінеді тоже. Біріншілік фагоцитоз процесс жүреді, антигене ағзаға түседі. Фагоцит жасушалар, яғни макрофаг, моноцит, эзонофил, нейтрофил, базофил, НК жасуша дегеніміз natural killer, табиғи киллер жасушалар, дендритті жасушалар антигенді жұтып алады. Оларды және Б лимфоциттерге береді. Екіншілік иммундық жауапты, олар есте сақтап, келесі антиген түскен кезде оған қарсы уже иммундық жауап дайын тұрады. Мүшелік ол біріншілік, екіншілік деп бөлінбейді, алайда орталық мүше және шеткі мүше деп бөлінеді. Орталық мүшеге сүйек кемігі, тимус жатады. Бұл процесс негізінен барлық қан жасушалар осы сүйек кемігінде түзіледі, одан кейін тимусқа барады. Олар тимус пен сүйек кемігіне түзілгеннен кейін шеткі мүшелерге барып, одан ары қарай дифференцияланады, яғни дамиды. Шеткі мүшелер бауыр, көк бауыр, лимфа түйіндері, шырышты қабаттармен бірлескен лимфа мүшелері жатады. Фагоцитоз процесі
омыртқаларда инфекцияға қарсы бейспецификалық механизм қызметін атқарады. Фагоцитозның қызметтері олар антигендерді жұтып ағзадан шығару, ескі некрозға ұшыраған жасушаларды жою, ағзадан иммунокомплементті шығару. Осы үш қызметті атқарады және фагоциттік жасушаларға бағана айтып өткеніміздей макрофаг, моноцит, эзонофил, базофил, сонымен қатар НК киллер, НК жасуша, сонымен қатар дендриттік жасушалар фагоциттік жасушаларға жатады. Кезеңдері. Фагоциттік жасушаның фагоцитоз процесін іске асу кезеңдері. Ең бірінші фагоцит белсенуі. Ол не дегеніміз? Антиген денеге енген кезде фагоциттік жасушалар оған белсенеді, яғни антигенге түсті деген сигнал келеді. Фагоциттік жасушалар белсенеді, активленеді. Одан кейінгі хемотаксис. Антигенге қарсы жылжу басталады, яғни антигенге жақындап басталады. Адгезия. Адгезия ол антигенге жабысу. Одан кейін эндоцитоз. Антигенге жабысқаннан кейін ол бөгде затты өзіне жұтып алады. Эндоцитоз, пиноцитоз. Олар уже жұтып алады. Процессинг, бөгде затты ыдыратады. Көбінесе антигенді осы процессинг сатысында олар пептидтерге дейін ыдыратып тастайды, майда-майда. Одан кейін элиминация. Пептидтерді бағанағы антиген кішкентай бөлшектерге бөлінген пептидтерді алып ағзаның сыртына шығарады. Элиминация ағзаның сыртына шығару. Презентация шыққан пептидтерді Т және Б жасушаларға таныстырып, есте сақтау қабілетін бүкіл ағзаға таратады. Бағана айтып өткеніміздей, егер бұл антиген ағзаға екінші рет түсетін болса, оған қарсы иммундық жауап дайын тұрады. Мысалы, көбінесе бір аурумен кейде адамдар екінші рет ауырып жатады. Бірінші рет бұл аурумен ауырғанда оған қарсы антидене түзіледі. Ал екіншісінде уже ол жеңіл өтеді, себебі оған қарсы иммундық жауап дайын. Келесі антиген. Антиген дегеніміз не? Антиген дегеніміз ағза бөгде деп танитын зат, яғни ақуыздардан тұрады. Бізде мынандай сұрақ болған. Адам ағзасында да ақуыз бар. Неге ол сырттан түскен ақуызды бөгде деп таниды? Себебі ақуыздың құрамы өте күрделі. Яғни менің ағзамдағы ақуыз басқа адамның ағзасындағы ақуызға ұқсамайды. Дәл сол сияқты сырттан түскен ақуыз оны ағза өзіңге емес екенін біліп, оны бөгде деп танып, оған қарсы иммундық жауап тудырады. Оның құрамы толық антиген және гаптеннен тұрады. Екеуінің айырмашылығы не? Толық антиген 100% ақуыздан тұрады. Ағзаға түседі, бірден иммундық реакцияны шақырады. Ал гаптен оның құрамында ақуыз жоқ. Бірақ ағзаға түскен кезде ағзаның ақуыздармен бірігіп, әсерлесе отырып, ол антигенге айналып, иммундық реакцияны шақырады. Қасиеттері, спецификалық бөгделік антигендік қасиеттері бар. Оны мына слайдтарда толығымен жазылған. Одан кейін эпитоп немесе антигендік детерминант дегеніміз, бұл антигеннің несі? Кішкентай бір бөлшегі деп айтсақ та болады. Одан кейін антигендер жіктеледі. Экзо, эндо, алло, ксено, сингенді, тимус тәуелді, тимус тәуелсіз деп. Экзо антиген дегеніміз сырттан түсетін антиген. Ал эндо дегеніміз іштегі антиген. Яғни бағана айттық қой, ағзаның өзінің ішіндегі ақуыздармен бағана антигендерге сыртқы фактор әсер еткен кезде олар оянады деп, олар осы эндо антигендерге жатады. Алло антиген дегеніміз бір биологиялық түрге жатады. Мысалы, адам мен адам, жануар мен жануар арасындағы антигендерді айтамыз. Сингенді, аллоны айттым, ксено антиген дегеніміз ол бірнеше биологиялық түрдің арасындағы, яғни екі түрлі биологиялық түр дегеніміз, мысалы, адам мен жануар, немесе сондай мысал. Ал сингенді дегеніміз бір тұқымды егіздер, сондай келеді. Тимус тәуелді дегеніміз не? Антигенге қарсы шақырылатын антидене Т жасушаларының қатысуымен жүреді. Ал тимус тәуелсіз антиген дегеніміз бұл антигенге қарсы
Т жасушалар мүлдем қатыспайды, тек Б жасушалар қатысады. Осылай түсінген дұрысырақ. Сонымен қатар, егер менің толықтырмаған жерім болса, онда өздеріңіз толықтыруға тырысыңыздар. Себебі иммунология өте күрделі пән. Иммунология күрделі болғандықтан сіздер оны оқуларыңыз керек. Әсіресе медицинада оқитындар үшін бұл пән өте маңызды. Себебі кез келген ауруға осы иммунология, иммунитет қарсы тұрады және осы процесс жүзеге асады. Егер бұны білмейтін болсаңыздар, сіздер ауруға ағзаны қалай қарсы тұру керек екендігін білмей өтетін боласыздар.